Сәлем қыздар, бүгін біз дәл осы бомбоньерканың құрастыру жолын қарастыратын боламыз. Бұл бізде былай ашылады және ішіне конфет, моншақ, тағы да басқа қажет деп тапқан дүниелеріңізді салып үстеліңге қойып қоясыздар. Ал кеттік. Бомбоньеркамызды құрамас бұрын бізге құрал жабдықтардан сызғыш қажет, қайшы, мынадай біз немесе жазбайтын ручка және двухсторонний скотч. Бұны двухсторонний скотчты кез келген канцелярский магазиннен сатып алуға болады. Ең алдымен біз мына бомбоньеркамыздың шаблонын қиып алуымыз керек. Дәл контурымен қиып аламыз. Біз бүктейтін жерлерімізге биговать етеміз. Ол үшін не мысалы мынаның бұрышы, мына бұрышы және мына бұрышы. Ортасына мен 1-2 нүкте аламын. Осылай кішкене біздің ұшымен батырып белгілеймін. Аударамын да жаңағы 2 нүктемді қосқан кезде ортадағы нүктелерімді де басып өту керек. Дәл осылай келтіріп аламыз. Одан кейін 2 рет жүргізіп шығамыз. Міне осындай сызық түсті. Дәл осылай қалған жерлерінде жасап шығамыз. Мына орталарына метка қойып, қажет емес мына жердегі сияқты. Өйткені мына жерге қойған себебіміз біз мынаның жартысы қызыл фон, жартысы ақ фон, қисық кетіп қалмас үшін на всякий случай дейміз, осылай белгілеп алдық. Енді мына жерде бізде ондай қажет емес. Мына соңғы нүкте мен бастапқы нүктені екеуін қосып, тағы да осылай сызып шығамыз. Двухсторонний скотчты жабыстыруға, яғни оны қиюға арналған қайшы басқа болу керек. Яғни 2 түрлі қайшы аласыздар. Өйткені мына скотчтың жабыспағы қайшыңызға жабысып, кейін бомбоньерканы қиған кезде оны бүлдіріп алуларыңыз мүмкін. Двухсторонний скотчымызды жабыстырамыз. Жетпеген жерінен тағы да жабыстырып жіберемін біраз. Міндетті түрде мына скотчтың астыңғы жағына жетпесе түгетпейді. Мына міндетті түрде үстіңгі қызыл мен ақтың границасында прям тиіп тұру керек. Мына артық жерін мен қиып алып тастаймын іш жағынан. Енді бүктеп алайық. Бүктеген кездеріңізде биговка жасадық қой. Биговка жасағанның әсерінен бұл оңай бүктеледі және сызықтары дүп-түзу болып түседі. Сонымен қатар мына сырты сынып кетпейді. Міне бүктеп алдық. Енді астын бүктеп алайын. Мына жерін бүктеп алайын. Енді бұны жабыстырамыз. Бұны құрастырғанның еш қиындығы жоқ. Жабыстырған кезде асықтан былай түсіреміз. Болды. Біздің бомбоньеркамыз дайын болды.